Barchaga salom dostlar. iPhone 11 Pro oynatılıp жатыр Telegram'da dostlar. Host Telegram и описание комментарияда Telegram'ның ссылкасы болады. Осыған срочно кіріп Telegram'da ойынға қатысамыз. Просто Telegram кіреміз болды достар. Осы iPhone 11 сіздікі болуы мүмкін. Баршаға салем достар, сіздермен спорт жаңалықтары. Канело өз салмағында ең қауіпті боксшымен айқастан бас тартты. Екінші орта салмақта абсолют чемпион Саул Канело Альварес америкалық Давид Бенавидеспен жұдырықтасудан бас тартты деп хабарлайды. Белгілі инсайдер Майкл Беносонның сөзінше, Канело мен Бенавидес жекпе-жегі өтпейді. Мұны Бенавидестің промоутері Сэмпсон Лекович де растады. Лековичтің айтуынша Канело мен оның бапкері Эдди Рейнос қыркүйекте жұдырықтасу туралы ұсынысқа мүлде жауап бермей қойған. Айта кетейік, дәл осы Бенавидес супер орта салмақта Альварес үшін ең қауіпті қарсылас саналады. Ол екінші орта дивизиондағы WBS ұйымының уақытша чемпионы. Промоутер Головкиннің оралуына қатысты пікір білдірді. Промоутер Том Лефлер орта салмақта жұдырықтасатын қазақстандық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкиннің қашан шаршы алаңға оралатыны жайлы сұраққа жауап берді деп хабарлайды. Бокс маманның айтуынша, Гена отбасымен көбірек уақыт өткізу үшін демалыс алған. Гена бокста үлкен жетістік биігін бағындырды. Оның мансабына көз салатын болсақ, 23 рет қатарына қарсыласын нокаутпен жеңгені бар. Чемпиондық атағын 20 рет қорғап, әйгілі Бернард Хопкинсі рекордын жаңартты. Қазір мансабында үзіліске шығатындай дәрежеге де жетті. Ары қарай не шешім қабылдайтынын көреміз. Көп жанкүйерлер менен оның қашан шаршы алаңға шығатынын сұрайды. Гена өзінің әлемге ең мықты боксшы екенін дәлелдей білді. Сондықтан да боксшының шешімін күтеміз, көреміз. Ол алы ойлануда, дейді Лефлер.